Саламатсыздар, құрметті көрермендер, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі әңгімеміз ет туралы болады. Ет. Мен алдымен өзім таныстырып өтейін. Менің фамилиям, аты жөнім Абдувалиев Аширбек Абдувалиевич. Мен доктор наук, профессор боламын. Менің ғылыми жұмыстарымның барлығы біздің халық медицинасына арналған. Енді ет туралы әңгіме жүргізген кезде ет туралы екі түрлі әңгіме жүргізу мүмкін. Бірі шығыс медицинасының түсінігі бойынша, екіншісі біздің Европа медицинасының түсінігі бойынша. Енді біздің қазақ халқымызда, яғни түркі халықтарда өте үлкен медицина болған. Халық медицинасы дейді. Бұл халық медицинасының теориясы өте шұғыр. Бұл жерде мижаз деген теория бар, адамның типологиясы деген теория бар. Типология болғанда адамдардың төрт типке бөлінуі туралы теория бар. Яғни біз қазір осы негіздерге қарап тұрып, біз ет мәселесін қазір разбор қыламыз. Енді ет дегенде біз неге түсінеміз? Ет дегенде біз білеміз, жылқының етін білеміз, біз қазақтар көп. Бешбармақты жейміз мысалы үшін. Жылқының еті, қойдың етін білеміз, тауықтың етін білеміз, балықты білеміз, қарамал сиырдың етін білеміз, ешкіні білеміз, қоянды білеміз. Енді бұл етті айтқан кезде бұны біздің қазіргі Европа медицинасының бұл еттерді жеу мәселесін басқаша түсіндіреді. И шығыс біздің халық медицинамызда бұл еттің негізін басқаша түсіндіреді. Міне мысалы біз алайық, қойдың етін алайық. Қойдың етін алған кезде де біз бұны шығыс медицинасына түсіндіретін болсақ, қойдың етін біз қандай дайындап жейміз. Соған қарап та қойдың етінің түрлі нелері өзгерер екен, қасиеттері, адамға әсері өзгерер екен. Бұл жерде ең негізгі теория біз адамның мижаз деген теория бар. Мижаз деген теория бұл философик теория. Біз бұны ата-бабаларымыз, ескі аталарымыз білген барлығы. Қалай айтқан бұлар? Ыстығым асып кетті, суығым асып кетті деген түсінше бұл бар ескі адамдарда. Бұл дегені бүтін табиғат, мижаз дегені бұл қарама-қарсылықтан тұрады. Яғни ыстық, суық, минус плюс, симпатикус, парасимпатикус, систола, диастола, мысалы адамның дем алуы, дем шығаруы, әйел, еркек. Бұл бүтін барлық, яғни қарама-қарсылықтан тұрады. Бұл теория мизаж деген ескі медицинада. Бұл өте үлкен философик теория, бұның өте маңызы күшті. Бірақ қазіргі күнде біздің бұл медицинаға кіріп келмеген, бұл ескі медицинада істетілген. Біз қазір осы мижаз теориясы бойынша біз еттің қасиеттерін үйреніп шығамыз. Енді бұл теория бойынша әр еттің өзінің ыстығы суығы болар екен. Мысалы біз қазір шығыс медицинасы бойынша адамдар төрт типке бөлінеді. Бұлар холерик, меланхолик, сангвиник, флегматик дейді. Енді бұл төрт типке бөлінгеннің негізінде ол мижаз деген теория тұрады. Мысалы үшін холерик тасақ, сангвиник тасақ, бұлардың ішінде ыстығы көп болар екен. Бұлардың характері, жүріс-тұрысы барлығы тез. Бұлардың мидың істеу қабілеттері, адамдармен отношениялары, қарым-қатынастары бәрі тез әрекетке байланысты болар екен. Енді флегматикпен біз меланхоликтардың болсақ, бұлардың ішінде суы көп дейді. Суықтық көп. Яғни бұлардың дәрменесі төмен жүрер екен, организмнің температурасы суықта болар екен, іс-әрекеттері бұлардың баяу болар екен. Енді осы типке қарап тұрған кезде бүтін барлық еттердің или басқа тағамдарды алатын болсақ, овощ дейді алсам, фрукт дейді алсам болсақ, бұлардың барлығы ыстық суыққа бөлінер екен. Біз енді бүгін қазір сіздермен еттің мижазы туралы айтып өтеміз. Еттің мижазы туралы айтып өткен себебі, потому что адамның типіне қарап, қандай етті жейді адам. Соған қарап адамның организмде өте үлкен өзгерістер кетер екен. Енді біздің Европа медицинасы бойынша бұл адамның қандай ет жеп жатқанына қаралмайды. Асыны қаралады, қаралған кезде біз нені қараймыз? Оның холестериніне қараймыз, ішіндегі белогына қараймыз, жирына қараймыз, микроэлементтеріне қараймыз. Осы арқылы бөлінеді еттердің адамға әсері. Біз енді қазақтарда көбірек жылқының етін жақсы көреді. Жылқының еті тез әзім болады дейді, холестерин аз дейді. Енді бірақ бұл түсіншеге біздің шығыс медицинасының көзқарасы сәл басқаша. Қалай болады мысалы үшін? Енді балықты алайық біз, балық. Балық бұл ішінде акасы суықтығы көп болар екен. Екінші алатын болсақ, қоянның еті бұл суықтық көп болар екен. Сиырдың етінің суықтығы көп болар екен. Ешкінің етінің суықтығы көп болар екен. Бұлардың суықтығы көп дегеннің мағынасы не? Суықтық көп деген мағынасы
бұларды адам қабыл қылып жейтін болса, яғни адамның бұл ыстығын көтермейді екен, дәрменесін түсіреді. Адам ет жегендей болмайды, оған көп тоймайды. Мысалы үшін сондай көрсеткіштері бар. Енді ыстық ет дегенде біз қалай түсінеміз? Ыстық ет дегенде тауықтың еті, ұшатын құстардың еті, қойдың еті, жылқының еті, бұлардың мижазы, яғни энергетикасы ыстық деп түсіндіріледі. Бұл ыстық дегенді қалай түсіну керек? Ыстық дегенде, мысалы біз қыстың күні жылқының етін жейтін болсақ, қойдың етін жейтін болсақ, бұл адамның ыстығын көтерер екен. Ыстығын көтергенде дәмнесін көтереді, адамның денесі ыстық жүреді. Бұл адамға жеген кезде несі дәмі жақсы, бұның адамның қабыл қылуы жақсы, адам тез үйренеді. Жылқының етін жеп жүрген адам сиырдың етіне өткісі келмей қалар екен. Потому что жылқының еті дәмді болар екен. Енді бұл еттердің қандай істетіледі, соған да байланысты болар екен. Мысалы үшін алсақ, сол қара малдың еті или жылқының етін алсақ, жылқының етін қауырып жесе болады, қайнатып жесе болады, одан кейін сұрлап жесе болады. Сұрлаған дегенді қалай? Сұрлап жегенде оны тұздап, әбден дәмін келтіріп жесе болады. Енді осы бір жылқының етінің өзін алатын болсақ, 3 түрі. Яғни сұрланған ет, свежий ет. Сұрланған ет, бұның ыстығы көбірек болар екен. Оны адам, мысалы үшін сұрланған ет жейтін адамның ыстығын қатты көтерер екен, дәмнесін көтерер екен. Если свежий ет жейтін болса, тұрланбаған ет, ол адамның ыстығын онша көтермейді екен. Енді сол жылқының етінің өзін қайнатып жеуінен қуырып жеудің айырмашылығы бар екен. Если оны қуырып жейтін болса, бұл адамның калориясын көтерер екен, ыстығын көтерер екен, энергетикасын көтерер екен. Если оны қайнатып жейтін болса, ол адамның энергиясын түсіріп, дәмнесін онша көтермейді екен. Міне біз тек қана жылқының етін алған кезіміздің өзінде де оның қайнатып жеуінің арасында уже айырмашылық үлкен болар екен. Енді біз жылқының етін алсақ, қара малдың етінен алған кезде жылқының етінің ыстықтығы көп дедік біз, қара малдың етінің суықтығы көп деп айттық біз. Бұл дегені қалай? Мысалы үшін біз бағана айтып өттік, адамның 4 типі бар дедік. 4 тип. Значит, сангвиник, холерик айттық біз, олардың ыстығы көп дедік. Одан кейін меланхолик, флегматик деп айттық, бұлардың суы көп деп айттық біз. Енді бұл ыстық суыққа қарап, ыстық суық бойынша аурулардың да екіге бөлінеді. Ыстығы бар, суығы бар. Суықтық ауруға не кіреді мысалы үшін? Дәрменесі төмен адам, гемоглобині төмен адам, суықты жақтырмайтын адам, ыстықты жақтыратын адам. Енді ішінде ыстығы бар адам, мысалы үшін сангвиник пен холерик, олар қандай адам олар? Олар дәрменесі жоғары жүреді, сахар жоғары жүреді, іс әрекеті жақсы, олардың симпатика системасы қатты істейді, денесінде ыстығы көп. Олар мысалы үшін қыстың күні суық ауада жақсы жайлап жүреді. Егер күн салқын болса, олардың не дейді? Олар наоборот суықты жақсы көреді, ыстықты жақтырмайды, ішінде ыстығы көп адам. Енді кімнің жаңағы ыстықтық ауруы болса, мижазы ыстық болатын болса, мысалы үшін алсақ, холерик мен сангвиник алсақ, олардың дәрменесі болатын болса, егер бұл адамдар ыстық еттерді жесе, значит, біз айтып өттік, тауықтың еті ыстық дедік, қойдың еті ыстық дедік, жылқының еті ыстық дедік. Если кімнің дәрменесі болса, кімнің, значит, ыстықтығы көп болса, мижазы ыстық болса, бұлар мынау жаңағыдағы ыстық мижазды еттерді жеуге онша біз не дейді? Олар рекомендация бермеу керек екен да. Егер олар ыстығы ішінде ыстығы көп адам, жылқының етін, қойдың етін, тауықтың етін жейтін болса, олардың ыстығы және көтеріліп, қаны қойылып, дәрменесі асып, уже инсультқа қарай кете берер екен. Қазір бізге міне біздің клиникаға көп адам келеді. Мысалы үшін дәрменесі бар адам қойдың етін жейді, жылқының етін жейді, тауықтың етін жейді. Бұлардың бұл дәрменесін көтереді, қанын қойылып тұрады. Егер бұл дәрменесі бар адам, қаны қою адам, наоборот, ешкінің етін жесе, қоянның етін жесе, қара малдың етін жесе, еще оны қауырмастан қайнатып жесе, оның қаны сұйылып, дәрменесі түсіп, жаны жайбарақатта бар екен. Қазір көп адамдар именно осы мәселеде қирап жатыр. Қирағанда қалай? Ол әрине өзінің ыстық асып тұрған, яғни дәрменесі көтеріп тұрған адам, ыстық мижазды, яғни энергиясы көп етті жеген екен, оның дәрменесі көтеріледі. Ол мысалы үшін мына жақтан дәріні ішкенменен, капельница алғанмен, ертесіне диета ұстамайтын болса, ол ертең инсультқа, инфарктқа, дәрмененің көтерілуіне алып келіп өте қиын жағдайларға алып келіп жатыр. Қазір міне осындай жүрген адамдар қазір дәрменесі бар, кешқұрым бешбармаққа тойып алады, жылқының етін жейді, қазыны жейді, или болмаса қойдың етін жейді, сонан кешқұрым жатады, ертең азында тұрмай қалып жатыр қазір. Кеше күні көргеніміз 53 жастағы 4 баласы бар әйел кісі
былай жүрген енді өзінің аяғында сапа сау жүрген адам жаңағы диетаны бұзған, кешқұрым жатқан, азында тұрмай қалған. Кеше күнде естіп отырғанымыз да. Соның үшін мен қазір айтып отқан себебім, қазір өте міне қыстың күні барлық қазақтың үйінде соғым бар, қазы қарта бар, бешбармақты ұрады жақсылап. Енді әрине біз білеміз, дені сау адам қазы қарта жесе, жылқының етін жесе, ол ештеңе қылмайды. Дені сау адам. Так? Егер де қаны қою болып, дәрменесі жоғары бар адамға, егер бұл жылқының еті мен қазының етін жейтін болса, қойдың етін жейтін болса, ол әлбетте оның дәрменесін көтереді, қанын қойлаттырады, ол инсульттің, инфаркттың алып келетін ең бірінші себептерінің бірі болып жатыр. Әрине біз әңгімені сол туралы өткізбекші едік бүгін. Әрине барлықтарыңызға денсаулық тілейміз біз. Енді бұл біздің шығыс медицинасының түсінікшесі бойынша. Бірақ практикада бұл қазір шығыс медицинасы бойынша действительно бұл ыстық, суық деген, мижаз деген нәрсе бар. Тамақтардың бәрі осыған қарай бөлінеді. Бұның организмдегі өте ролы үлкен. Әрине біз барлықтарыңызға денсаулық тілейміз. Потому что біз қазір күнделікті көріп жатырмыз. Соның үшін біз қазір бұл эфирді беріп жатырмыз сіздерге. Көп адам именно осы, бізде мақал бар ғой енді, ауырбастан, дау қарындастан дейді. Соның үшін тамақты өте жеп жатқан кезде көңіл бөлу керек. Көңіл бөлгенде именно біздің шығыс медицинасының теорияларына қарап өту керек. Конечно, бұның тарихы мың жылдық тарихы бар. Біздің ата-бабамыз именно осыған қарап келген. Так? Мысалы үшін жаздың күні суықтық тамақтарды жеген, қыстың күні ыстық тамақтарды жеген. Қыстың күні мысалы үшін қазы қарта, жылқының етін жеген, жаздың күні суық ешкінің етін өткен. Мысалы үшін біздің тек қана қазақтарда болар екен мынау, айран көже деген. Перловкадан, жүгеріден айран көже қылып, ішіне еще мұз сап қойып жейді мысалы жаздың күні. Сонда ана адамның ішіндегі ыстығын басар екен. Бірақ оны тек қана жазда ішеді, бірақ қыста ішпейді. Қыста не жейді? Қыста бешбармақ, сұрланған жылқының еті. Неге бұны жегеннен кейін адам денесінің ыстығы асып, адамның энергиясы көтеріліп, жақсы жүрер екен да. Бірақ енді бұл чересчур, яғни нормадан тысқары өтіп, организмдегі ыстық суықтың балансын өзгерткеннен кейін, бұл организмге кері әсер қылып, жаңағыдай инсультқа, инфарктқа алып келер екен. Конечно, бұл өте адам үшін қатерлі жағдайлар. Соның үшін біз барлықтарыңызға ұзақ өмір, денсаулық тілейміз. Соның үшін бұл информацияны сіздерге айтып өту қажет деп білдік. Потому что именно қазір бізге келіп жатқан адамдар осы именно диетаны бұзғанның арқасында көп адам бізге өте ауыр жағдайда келіп жатыр. 200, 220, 240 дәрежемен келіп жатыр да. Өзінің аяғында жүрген адам. Именно сұрасаңыз, диета бұзған. Бүгін 220-ман келіп жатыр. Кеше не жедіңіз десем, кеше бешбармақ жылқының етін бәрін ұрдым деп жатыр. Еще жылқының етін сұрланған етті жедім деп жатыр да. Бұл сұрланған ет деген оның тұзы көп болады да. Әрине білесіздер, тұз өте қанды қойлардың дәрежесіне көтеретін бірінші жаңа көрсеткіштердің бірі болып есептеледі. Әрине біз барлықтарыңызға денсаулық тілейміз. Ұзақ өмір көріңіздер. Барлықтарыңыз 100-ге кіріңіздер. 100-ге кіргенде адам не дейді, өзінің аяғында жүріп, дені сау болып, мынау өмірдің жай рахатын көріп жасау керек екен да. Мысалы үшін 70-ке барған кезде анерге барып біз көріп жатырмыз, больнойлар инсульт болып жатыр енді бейшара адамдар. Ол өте қиын мәселе. Бір қол бір аяқ істемейді. Соның мысалы үшін алдын алып, сол жағдайға апармаудың жағдайы бар ғой. Бірақ оның үшін адам өзінің сәл жүрісіне, тұрысына, жеген тамағына, одан кейін жаңағы салауатты тұрмыс салтына қарап өтсе, бұл мақсатқа жақын болар еді. Барлықтарыңызға денсаулық тілейміз. Рахмет. Жақсы.